Аймағымызда облыстық 9-шы айбын жастар жиыны өтті. Аталған сайыс Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасы мен қорғаныс істер жөніндегі департаментінің бірлесе ұйымдастыруымен жүзеге асты. Аймақ жастарын әскери патриоттық бағытта тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың бойында патриоттық қасиеттерді қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған шараға аудандық қалалық іріктеу кезеңінде топ жарған 9 командадан 135 сарбаз сайыстың облыстық кезеңінде өзара бақ сынасты. Жиынға қоғамдық даму басқармасының басшысы Алмасбек Есмаханов қатысып, қатысушы жас сарбаздарға ізгі лебізін білдірді. Бүгін облыс орталығында айбын әскери патриоттық байқауын өткізіп жатырмыз. Облыс әкімінің қолдауымен арнайы осы жобамызды өткізуге бюджеттен қаржы қаралып, барлық аудандарда іріктеу турнирі өткізілді байқаудың. Бүгін 7 ауданнан және Қызылорда қаласы мен Байқоңыр қаласынан 150-ге жуық байқауға қатысушы оқушыларымыз келіп, осы әскери патриоттық дайындықтарын көрсетіп жатыр. Негізгі мақсат бұл жастардың жүрегінде отанға деген сүйіспеншілік, отанды қорғау, отанның біз үшін орны туралы үлкен мәселе. Осыған байланысты біз қазір үлкен шараларды ұйымдастыруды қолға алдық. Биылғы жылы облыс орталығында 9-шы рет өткізіліп жатыр. 7 кезеңнен тұратын облыстық турнирде ең жоғары балл жинаған команда ағымдағы жылдың маусым айында Қарағанды облысы Спасск қаласында өтетін республикалық айбын жастар жиынында сыр елінің намысын қорғайтын болады. 9-шы облыстық айбын әскери патриоттық жиын болып жатыр. Мен Қызылорда қаласы командасының атынан шығып тұрмын. Осы жарысқа мен 3-ші рет қатысып жатырмын, және де алдағы уақытта жақсы көрсеткіштер көрсетіп, жақсы мықты деген балаларды таңдап алып, республикалық жарысқа барамыз деген ойдамын. Және де ояқта да жақсы көрсеткіш көтеріп, бірінші орын алып келеміз деген ойдамын. Мен Жансерік Тархан, Қызылорда қаласының атынан шығып тұрмын. Бұл жарысқа мен 2-ші рет қатысудамын. Бұл жарыс көптеген кезеңдерден тұрады. Және де бұл жарысқа Қызылорданың бетке ұстар балалары, қыздары келіп отыр. Біздің командада 15 біз, оның 10-ы ұл, 5-еуі қыз. Менің өзім ОЗК кеуден жарысамыз. Айта кетейік, бұл іс-шараға еліміздің барлық өңіріндегі әскери патриоттық клубтардың, қарулы күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың, әскери колледждердің, мектеп-интернаттардың және жас ұлан республикалық мектептерінің өкілдері қатысады. Шапағат Торғай, Ерлан Жұматаев, Нұрымжан Тұражев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.